Баршаңызға сәлем достар, дертке ем арнасына қош келдіңіздер. Қазіргі сәтте көктемгі кездегі аллергияны жеңуге көмектесетін 10 қадамды сіздерге айтатын боламын. Соңына дейін көріңіздер. Көктем мезгілін көпшілік ұната бермейді, өйткені көптеген аурулардың қозатын мезгілі. Әсіресе мұрын бітелеп, көз жасаурап, түшкіріп аллергия мазалайды. Табиғат аясында серуендеп, басқа қалаға саяхат жасау, бақша ісімен айналысу аллергиясы барларға арман. Десе де ауруға берілуге болмайды. Аллергия басталмасымен-ақ емделу әдісін қолға алу керек. Медицина мамандары көктемдегі аллергиямен ауыратын адамның өмірі күнделікті тіршілік үшін күрес-дейді. Шындығында да күресуден жалықпау керек. Жеңу үшін талпыну маңызды. Ол үшін мына қарапайым сіздерге 10 қадамды айтып өтетін боламын. Ең алдымен бірінші жаяу жүріңіз. Көктемде жаңбыр жиі жауады. Бұл табиғи құбылыс. Сіз жаңбыр жауғаннан кейін бірден үйден шығыңыз. Сонда тыныс алу оңай болады. Өйткені жаңбыр тозаңды басып, оның қайтадан ауаға көтерілуіне жол бермейді. Жер кеуіп кетпесе, сізге келер қауіп жоқ. Қолыңызға қол шатырыңызды ұстаңыз да 1-2 сағат еш алаңдамай жаяу жүріңіз. Ал күн шуақты ауа райында серуендеу үшін желсіз күнді таңдаңыз. Желдің екпіні күшті болған сайын тозаң әрдан әрі тасымалданады. Желді ауа райында тозаң араласқан шаң киімдерге, теріңізге, шашыңызға түсіп, қолайсыздық тудырады. Мұндай ауа райында ұзақ серуендеуден аулақ болыңыз. Екінші қадам, судың айналасында серуендеңіз. Мейлінше ылғалдылығы жоғары жерлерді таңдаңыз. Жағалаумен серуендеңіз, жағажайға барыңыз. Көл маңында пикник жоспарлаңыз. Шаң жиналатын жерлерден аулақ болыңыз. Мүмкіндігінше тас жолмен, темір жолдың бойымен, қалалардың орталық көшелерімен, заттардың жанынан жүруге тырысыңыз. Және де үшінші қадам, ылғалды тазалық жасаңыз. Үнемі үйді сулы сүлгімен сүртіңіз. Күнделікті шаңды сүртіп, еденді жуыңыз, бірақ күшті иісті дезинфекциялау құралдарын қолданбаңыз. Күшті иіс түшкіруді және жөтелді қоздырады және бронхының түйілуіне әкеледі. Мүмкіндік болса, үйге ауа тазартқышты орнатыңыз. Төртінші қадам, аллергендерден арылыңыз. Кілемдерді жинап тастаңыз, жұмсақ ойыншықтарды көрінбейтін жерге жасырыңыз. Бұлар қазір сізге керек емес. Кілемдер, ойыншықтар және қалың перделер шаңды ұстап, аллергияның күшеюіне ықпал етеді. Үй жануарлары да сіз үшін қауіпті болады. Бесінші қадам, киімді жиі жуыңыз. Серуендеп қайтқан соң дереу үй киімін ауыстырыңыз. Себебі шаң мен тозаң сіздің киіміңізге түседі. Салдарынан аллергияны қоздырады. Жуу үшін гипоаллергенді ұнтақты пайдаланыңыз. Хош иісті кондиционерден аулақ болыңыз. Оның өткір иісі жағдайыңызды нашарлатуы мүмкін. Жуылған киімді балконда сыртқа кептірмеңіз. Алтыншы қадам, бетіңізді жуыңыз. Бетіңізді, мойныңызды және қолыңызды мүмкіндігінше жиі жуыңыз. Сырттан үйге келгенде міндетті түрде беті, қолыңызды жуыңыз. Және жетінші қадам, мұрныңызды шайыңыз. Тұзды ерітінділерді қолданыңыз. Олар мұрынның шырышты қабығын тазартады, тозаңды кетіреді, тыныс алуды жеңілдетеді. Мұрынды күніне кемінде 2 рет таңертең, ұйықтар алдында шаю керек. Әрбір серуеннен кейін тұзды ерітінділермен қолданыңыз. 8-ші қадам, күннен қорғайтын көзілдірік киіңіз. Көздің шырышты қабаты аллергендердің кіру қақпасы болып табылады. Тозаңның өтуіне жол бермеу үшін күннен қорғайтын көзілдірік киіңіз. Бұл аксессуарлар желді жиі ауа райында өзіңді шаңнан қорғау қажет болған кезде пайдалы. 9-ші қадам, диета ұстаңыз. Аллергия беретін тағамдарды шектеңіз. Қызыл түсті көкөніс пен жемісті жеуге әрекеттеніңіз. Жұмыртқаны, балды, жаңғақты уақытша ұмыта тұрыңыз.
10. Өсімдікке жақындамаңыз. Бақшадағы, ауладағы, үйдегі гүлдерге, енді бүршік жарып келе жатқан ағаштарға жақындамаңыз абзал. Себебі бұл өсімдіктің иісі де сіздің аллергияңызды қоздыруы ықтимал. Міне осы қадам сізге аллергиядан құтылуға көмектеседі. Нәтижесін бірден байқамайсыз әрине. Тек төзім мен мұқияттылық керек болады сіздерге. Достар, сіздерге дертке ем арнасынан көктем айында аллергиядан сақтануға және денсаулықты сақтауға пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Егер сіздерге ұнаған болса, менің арнама жазылып, пікір қалдырыңыздар. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.